Атақты сахаба Талха ибн Убайдулла таң қаларлық бір түс көреді. Түсінде жәннатқа кіру үшін кезекте тұрған екі мұсылманды көреді. Екеуі де дүниеден өткен, бірі шейіт болып ертерек қайтқан, екіншісі одан кейінірек дүние салған кісі. Сол сәтте періштелер келіп, бәрі күткендей шейітте емес, кейінірек қайтыс болған мұсылманды жәннатқа бірінші алып кіреді. Талха радиаллаху анху бұл көрініске таң қалады. Өйткені ақылға салсаң, бірінші қайтыс болған, оның үстіне шейіттік мәртебесі бар адам бірінші жәннатқа кіру керек еді. Кейін бұл түсті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтып келіп жортқан кезінде, кейін қайтыс болған мұсылман шейіттен кейін тағы бір жыл өмір сүрген, сол жылы Рамазанға жеткен, ораза ұстаған, намаз оқыған, қосымша құлшылықтар жасаған. Олардың арасы жер мен көктей деп айтқан. Сол бір жыл, сол бір Рамазан оның дәрежесін көтеріп, бірінші жәннатқа кіргізген. Мүмкін біз үшін Рамазанның бір күні жай ғана бір күн болып көрінетін шығар, бірақ ахиретте мәңгілік дәрежемізді айқындап тұруы мүмкін. Сондықтан берілген әр сәтті қадірлейік. Бәлкім дәл осы Рамазан біздің дәрежемізді көтеретін мүмкіндік шығар.